Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін 7 сәуір 2 сынып оқушыларына арналған сабақ кестесімен таныстырып өтейін. Бізде бүгін алғашқы сабағымыз қазақ тілі, 2 сабақ математика, 3 сабақ ағылшын тілі және 4 сабақ музыка пәнінен өтетін болады. Ендеше алғашқы сабағымыз қазақ тілі пәнінен бастайық. Біз бүгін қазақ тілі сабағынан 106 сабақты өтетін боламыз. Сабақты бастамас бұрын мына өлең жолдарын бір қайталап өтейік. 1, 2, 3, жан-жағымыз тып-тыныш. Жалқаулықты тастаймыз, сабақты біз бастаймыз. Сабаққа дайын болсаңдар, балалар, біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбы кешегі 105 сабақтағы етістік тақырыбының жалғасы. Яғни біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбы да етістік. Ендеше дәптерімізді ашамыз, дәптерімізге 7 сәуір тақырыбына етістік деп жазамыз. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты, балалар, мұғалімнің көмегімен жеке сюжетті суреттер арқылы шағын сипаттау, әңгімелеу мәтіндерін құрап жазу. Және бас әріп пен кіші әріптің биіктігі мен мөлшерін сақтап, оларды байланыстырып, көлбеу және таза жазу. Осы мақсатқа байланысты мына бағалау критерийлерін алып отырмыз. Тірек сөздерді қатыстыра отырып, берілген тақырып бойынша әңгіме құрайды. Сөз таптарын зат есім, сын есім, сан есім, етістікті ажырата алады. Және бас әріп пен кіші әріптің биіктігі мен мөлшерін сақтап, оларды байланыстырып, көлбеу және таза әдемі жаза алады. Балалар, ендеше талқылауға арналған сұрақтардан бастағым келіп отыр. Біз кеше етістік жайлы тақырып өттік, сол тақырыбымызда етістікке байланысты етістіктің ережесімен танысып, сол ережені жаттау үйге берілген болатын. Сондықтан мына сұрақтарға жауап беріп, маған аудиозаписпен жібере қойыңыздар. Етістік дегеніміз не? Етістіктерге қойылатын сұрақтарды атаңыздар. Өсті, ойнады, сайрады сөзіне сұрақ қойыңыздар. Ендеше балалар, тапсырманы бастайық. Тапсырма жазуды бізде 6 жаттығу берілген екен. 6 жаттығу жазбаша жаттығу, балалар. Дәптерімізге жазамыз 6 жаттығу деп. Мына суреттердің көмегімен мәтін құрастырып жаз дейді. Балалар, мәтініміз кемінде 4-5 сөйлемнен тұру керек. Ендеше алғашқы сөйлеміміз көңілді көктем табиғатты ұясынан оятты деп бастаймыз. Және де осы суреттерге қарай отырып, көктемде табиғатта қандай өзгерістер болады, сол жайлы жазсаңыздар болады. Және сол жазған мәтіннің ішінен етістіктерді тауып, астын сызамыз. Келесі 7 жаттығу. Балалар, бұл 7 жаттығуды ауызша орындайық. Яғни берілген заттардың барлығына ортақ етістікті тауып жаз дейді. Мына берілген заттардың барлығына сұрақ қоя отырып, ортақ бір етістік бар. Соны табайықшы. Балық не істейді? Кеме не істейді? Және үйрек не істейді? Бұлардың барлығына бір жауап жазуымызға болады. Яғни сол бір жауабымыз бір етістік болып есептеледі. Ендеше балалар, сол етістікті тауып, маған аудиозаписпен жазып жібере қойыңыздар. Келесі 8 жаттығу. 8 жаттығуда, балалар, бізде жазбаша жаттығу. Бұны 6 жаттығудың астына 8 жаттығу деп жалғастырып жазамыз. Үлгіге қарап, сұраққа жауап жаз дейді. Бұдан қорытынды жасап көр дейді. Балалар, үлгіде көріп тұрмыз ба? 2 сұрақ берілген. Яғни не істеді және не істейді деген сұрақ беріліп тұр. Сол сұрақтарға байланысты, мысалы, тасыды десе, не істеді деген сұраққа тасыды деп жазылса, не істейді деген сұраққа тасиды деп жазылып тұр. Ендеше біз мына сөйле, оқы, жаз, кел, жақ деген сөздерді осы не істеді, не істейді деген сұрақтардың астына
жазуымыз керек. Мысалы, сөйле дейді. Сөйлені не істеді деген сұрақтың астына сөйледі, ал не істейді деген сұрақтың астына сөйлейді деп жазамыз. Дәл осылай басқа сөздерді де жазамыз. Балалар, келесі 9-10 жаттығуды үй тапсырмасын аламыз. 9 жаттығуда анаңмен зоодүкенге бардың. Саған тор ішіндегі тотықұс қатты ұнады. Сатып алу туралы өтінішіңді анаңа қалай жеткізесің? Ол үшін төмендегі 3 өтініштің қайсысын таңдайсың дейді. Ендеше өтініштерді тыңдайық. Бірінші өтініш: анашым, мен мына тотықұсты аламын. Екінші: анашым, мына тотықұсты алып беріңізші. Үшінші: анашым, әдемі тотықұс екен, алайықшы. Мен өзім қарауға уәде беремін. Осы жауаптардың қайсысы ұнаса, яғни өздерің қай жауапты айтар едіңдер, қалай аналарыңа жеткізер едіңдер, соны кез келген біреуін таңдап өздеріңізге жазып алыңыздар. Және де 10-шы жаттығуда мына берілген бір сөйлемді көркемдеп, әдемі етіп, дәптерге жазу ережесін сақтай отырып жазамыз. Сабақ ұнаса, балалар, маған сабақ ұнады, әлде түсінбей қалған жерлерің болса, мен түсінбей қалдым, және маған сабақ түсініксіз болған болса, сабақ түсініксіз болды деп өздеріңнің ойларыңды білдірсеңіздер болады. Балалар, біздің келесі 2-ші сабағымыз математика пәні. Математика пәні бойынша біздің бүгінгі өтетін тақырыбымыз 106-шы сабақ: өрнектердегі амалдардың орындалу реті. Және біздің бүгінгі тақырыбымыз су біздің басты байлығымыз дейді. Ендеше бүгінгі біздің сабағымыздың мақсатымен танысайық. Өрнектердегі амалдардың орындалу реті туралы ережені үйренетін боласыңдар. Ендеше бірінші тапсырмаға қараймыз, балалар. Бірінші тапсырмада барлық суреттерге не ортақ? Олардың әрқайсысына берілген мысалдарды шығар және жауаптарын салыстыр. Қайсысын артық деп айтуға болады дейді. Балалар, ендеше назар аударайық. Мұқият есептеп мәнін шығарайық. 16 мен 8-дің бөлінісінің мәні 2-ге тең, дұрыс айтасыңдар. 12 мен 6-ның бөлінісінің мәні 2-ге тең, өте дұрыс. Келесі 18 мен 9-ның бөлінісінің мәні. Бұл да 2-ге тең. 14 мен 7-ның бөлінісінің мәні. Бұл да 2-ге тең екен. 15 пен 5-дің бөлінісінің мәні. Бұл 3-ге тең екен. Демек, артығы, балалар, 15 пен 5-дің бөлінісінің мәні. Бұл жерде оның мәні 3-ге тең екен. Енді, балалар, 2-ші тапсырмамызды орындауға кірісейік. 2-ші тапсырманы орындамас бұрын мына ережені түсініп алыңыздар. Өрнектердегі амалдардың орындалу ретіне байланысты, егер жақша бар болса, ол бірінші болып орындалады. Одан кейін көбейту және бөлу орналасу реті бойынша орындалады. Және көбейту мен бөлуден кейін қосу және азайту амалдары орындалады. 2-ші тапсырмаға назар аударайық. Бізде мына 2-ші тапсырмада, 2-ші есепте өрнектерді оқы, жадынаманы пайдалана отырып амалдардың орындалу ретін анықта және өрнектердің мәнін тап дейді. Ендеше біріншісіне қараймыз. Біріншіде көбейту және бөлу, қосу және азайту дейді. Бұл жерде алдымен көбейту немесе бөлу орындалады. Одан кейін қосу және азайту амалдары орындалады. Балалар, есептерді шығару ретіне байланысты есептер сол жақтан оң жаққа қарай орындалады.
Яғни алдымен қосу амалы тұрса, онда қосу амалы орындалады. Ал алдымен азайту амалы тұрса, демек азайту амалы орындалады дегенді білдіреді. Бірақ та егер бөлу амалы екінші тұрса да, бірақ бөлу амалы бірінші болып орындалады. Енді қараңдар, мына жерде 37 мен 12-нің қосындысын 6-ға бөл дейді. Бұл жерде балалар бірінші 12 мен 6-ны бөліп аламыз, және одан кейін 37-ге қосамыз екен. Келесі екіншісінде алдымен бізде көбейту амалы берілген, және қосу және бөлу амалы берілген. Бұл жерде көріп тұрғаныңыздай, алдымен көбейту амалы орындалады, одан кейін бөлу амалы орындалады, одан соң барып үшінші қосу амалы орындалады екен. Ендеше қарайық. 5 пен 2-нің көбейтіндісін орындап аламыз, және 4 пен 2-нің бөліндісін орындап аламыз. Екеуінің мәнін жазып алғаннан кейін барып, екеуін бір-біріне қосамыз. Келесі екінші жолына қараймыз. Екінші бөлігінде амалдарды сол жақтан оң жаққа қарай орындалады дейді. Жаңа айтқанымдай, бұл жерде 27 мен 6-ның қосындысы алдымен орындалады, одан кейін одан 3-ті азайтамыз. Яғни, егер сол жақтан бастап орындайтын болсақ, ол жерде сол жақтан алдымен қосу тұрса, қосу амалынан бастап орындалады, азайту тұрса, азайту амалымен сол жақта тұрған амалдан басталып орындалады. 54 пен 14-тің екіншісінде 54 пен 14-тің айырмасына 7-ні қосамыз. Көріп тұрсыңдар ғой, 54 пен 14-ті алдымен азайтып аламыз, одан кейін барып азайтқан санымызға 7-ні қосамыз. Келесі үшінші жолға қараймыз. Амалдар сол жақтан оңға қарай орындалады. Бұл көбейту және бөлу амалдарында. Егерде сол жақта тұрған көбейту болса, көбейтумен орындап бастаймыз. Егер бөлу болса, бөлуден орындап бастаймыз. Біріншісінде мысалы 12 мен 6-ның бөліп аламыз, одан кейін шыққан мәнін 3-ке көбейтеміз. Екіншісінде 3 пен 4-ті көбейтіп аламыз, одан шыққан мәнін 2-ге бөлеміз. Екінші амалымыз бөлу болып тұр, яғни. Келесі төртінші жолға қараймыз. Алдымен жақша ішіндегі амалдарды орындап аламыз, жаңа түсіндіргендей. Содан кейін бөлу немесе көбейтуді орындаймыз, және содан соң барып қосу және азайту амалдарын орындайтын боламыз. Бұл жерде жақша ішіндегі 5 пен 10-ның қосындысынан 3-ті бөлеміз, қосындысының мәніне 3-ті бөлеміз, және оған 5-ті қосамыз. Келесінде жақша ішіндегі амалды орындап аламыз. 98 пен 90-ның айырмасына 2-ні көбейтеміз, және оның мәніне 50-ді қосамыз. Балалар, орындалу ретін ұмытып қалмаңыздар. Алдымен жақша ішіндегі амалдар орындалады, одан кейін көбейту мен бөлуге берілген амалдар орындалады, одан соң барып қосу мен азайтуға берілген амалдар орындалады. Есептер үнемі сол жақтан оң жаққа қарай орындалады. Ендеше балалар, екінші тапсырманы дәптерлерімізге жазып мәнін, жаңағы мына осы берілген есептердің мәнін жаза қояйық. Балалар, екінші есепті орындап болсақ, үшінші есепті де дәл сол амалмен орындаймыз. Яғни, бұның барлығын орындамай-ақ қойыңыздар. Бірінші, екінші жолын ғана орындап қоя қойыңыздар. Келесі төртінші есеп. Төртінші есепте есептер бойынша өрнектер құрастыр, оларды шығар дейді. А нұсқасын қараймыз. А нұсқасында кішкентай бөтелкедегі су 35 теңге, ал үлкен бөтелкедегі су 65 теңге тұрады. Ал бір қорап шырынның бағасы үлкен және кішкентай бөтелкедегі судың бағасын бірге алғандағыдан
100 теңгеге қымбат. Бір қорап шырын неше теңге тұрады? Балалар, бұл шарт есеп, ендеше шартын жазып аламыз, одан кейін сұрағын жазамыз, одан кейін шешуін, содан соң жауабын жазатын боламыз. Балалар, біз жаңағы нұсқасында алдымен шартын жазып аламыз. Шартына кішкентай бөтелке 35 теңге, үлкен бөтелке 65 теңге, және бұлардың барлығын табуымыз керек. Бірінші қорап шырын белгісіз, бірақ кішкентай бөтелке мен үлкен бөтелкені қоса алғандағы екеуінің сомасына 100 теңгеге қымбат дейді. Ендеше оны табу үшін шешуіне 35 пен 65-тің қосындысына 100 теңгені қосамыз. Сонда жауабы 200-ге тең болады. Сонда бір қорап шырын 200 теңге тұрады екен. Балалар, А нұсқасын түсінген болсақ, дәл сол А нұсқасына сүйене отырып, шартты есептің Ә нұсқасын және Б нұсқасын өздеріңіз жазыңыздар. Және де үй тапсырмасына 5-ші есепті аламыз.